Сәлем достар, сіздермен қайта қауышып тұрғаныма өте қуаныштымын. Сіздермен бүгін керемет, қытырлақ, кәушілдеп пісетін, өте қатпарлы, керемет самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Рецепт өте қарапайым, өте керемет шығады, оған мен 100% гарантия берем. Оған бізге бар жоғы 350-400 грамм ұн қажет, үстіне 1 шай қасық тұз салып, 400 грамм жылы сүт құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырыңыз қатқылдау болса да бола береді. Қатып қалған қағидасы жоқ. Жалпы қатты илеп қойсаңыздар, өзі жұмсарады, себебі оның арасына май жағатын боламыз. Міне қамырымыз иленді. Бастысы илеуі қанған дұрыс. Жақсылап илеп болғаннан соң, осылай пищевая пленкамен бетін жауып, аздап 10-15 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз демалды. Ендігі кезек қамыр менде өте бос емес, орташа жұмсақтықта илеген қамырым. Енді осы қамырды жайып шығамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай сағаттың тілімен бір жанға қарай айналдырып, бастысы қамырыңыз өте жұқа болып жайылуы шарт емес. Қалыңдығы шамамен 1,5-2 мм болса жарайды. 2 мм жеткілікті. Өте жұқа болуы шарт емес. Достар, менің видеомда басқа да ссылкаларымды ашып қарайтын болсаңыздар, астында қалдыра кетемін. Жалпы менің каналымда самсаның бірнеше түрлері бар, және олар бір-бірінен керемет. Рецепттері де бастысы қарапайым. Уақыттарыңыз болып жатса, кіріп көріп, дәл сол рецепті жасап көріп, достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Қамырымды мен жайып болдым. Енді бөлме температурасында еріп тұрған маргаринді жалпы қандай түрін алсаңыз да маңызды емес. Мен бұл жерде жай ғана 3 желания маргаринін алдым. Барлығын бөлме температурасында еріп тұрған жағдайда жағып шығасыздар. Өте ерітіп жағу шарт емес, себебі қамырыңызды кейіннен жая алмай қаласыздар. Сол себепті бөлме температурасында еріген маргаринді осылай алақанның көмегімен. Мен өзі алақанмен барлық тірлікті қолмен жасағанды ұнатамын. Жалпы жасардан алдын әлбетте жуып аламын. Сіздерге ыңғайлы болса, лопатамен жақсаңыздар да болады. Ода тұрған ешқандай айырмашылық жоқ. Жалпы әр бүктеген қабаттарының барлығына да бір келкі етіп, дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай маргарин жағылып шығу керек. Ол міндетті түрде. Мінекей әрбір қатпарына осылай жағып шығамыз. Әр бүктеген кезінде. Жалпы арасында осылай маргарин жағылғандықтан қамырыңыз қатты болып иленген жағдайда да жұмсарып кетеді. Одан еш уайымдамаңыз. Ол бір үлкен проблема емес. Бола береді. Қаттылау болса да, жұмсақтау болса да, бастысы өзіңізге жаюға ыңғайлы болса болды. Міне ең соңғысын бүктеп болдық. Енді дайын болған қамырымызды холодильникке бір 20-25 минутқа қойып аламыз. Міне қамырымыз дайын. Холодильникте уақыт өтемін дегенше келесі кезек бізге ішіне қосатын салмасын дайындаймыз. Мен орташа пияздан 4 данасын алдым. Егер сіздерде ірі болатын болса, 2 данасы жеткілікті. Жалпы пиязды майдалап турап аламыз. Әркім өзінің қалауынша. Пияздың барлығын турап алғаннан соң, жақсылап аздап 1 шай қасық немесе жарты шай қасық үстінен тұз салып, алақанымызбен жақсылап езіп аламыз. Себебі қамыр өте нежный болады. Пиязымыз ішінде гіртілдеп қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті
пиязды алдын ала осы видеода көріп тұрғандарыңыздай тұз қосып қолыңызбен жақсылап мыжғылап жартылай өлтіріп алу керек. Мен самсаны бұл жолы асқабақпен жасаймын. Күз мезгілі болғандықтан қыс кезінде, күз мезгілінде әр нәрсені, әр жемісті, көкөністі уақытысында жеген дұрыс. Дәл қазір асқабақтың мезгілі. Асқабақтар өте дәмді, қып-қызыл, керемет жер баласы деп айтылады. Осы асқабақтың түрлі тағамдар жасасаңыздар болады. Орама ханым, самсаның әртүрлі түрлерінен жалпы ет қоссаңыздар да болады. Мен ет қосқан жоқпын, жай ғана асқабақты қосып жасадым. Себебі менің отбасым күз мезгілінде асқабақты қолданғанды ұнатады. Міне, асқабағымыз дәмді болу үшін ішіне аздап қана құйрық май қоссаңыздар, тіптен керемет болады. Жалпы құйрық майды ұнатпаймын десеңіздер қоспауға болады, бірақ ол өте дәмді болады деп айта алмаймын. Сол себепті құйрық май аздап қосыңыздар. Егер қатты ұнатпайтын кісілер болып жатса, әрине онда аз мөлшерде қоссаңыздар жарайды. Дегенмен қосылуы керек. Мінекей, барлығын турап алдым. Енді құрамында тұзы бар, жай ғана бұрыш қосып, жақсылап салмамызды да араластырып дайындап алатын боламыз. Жалпы әшіні ұнататын кісілер көптеп қосса болады. Егер мүлдем бұрышты ұнатпайтын кісілер болатын болса, мүлдем қоспасаңыздар да жарай береді. Жалпы әркімнің өзінің қалауы, отбасымыздың требованиясына қараймыз ғой жалпы, иә. Мінекей, мен керемет етіп дәміне қарай қосып шықтым. Оған дейін қамырымда тоңазытқышта әдемі демалды. Енді осы қамырды жаюға кірісемін. Оқтаудың көмегімен жайсаңыздар да болады, жай ғана алақанның көмегімен жайсаңыздар да бола береді. Қатып қалған қағидасы жоқ. Мен бұл жерде оқтаудың көмегін өте қатты көп қолдандым демеймін. Басында жайып алған кезде осылай ұзын оқтауды, кейіннен кішірек оқтаудың көмегімен жайып шықтым. Және баста айта кететін нәрсе, қамырды, бұл самсаның түрін жайған кезде қамырды барынша төрт бұрышты етіп жаюға тырысыңыздар. Соңғы айналымдар кезінде өте ұнды, ұрпақты көп қолданбаңыздар. Ұнды болып кетуі мүмкін. Міне, қамырым төрт бұрышты қылып оқтаудың көмегімен келтіріп алдым да, шамасы 10 сантиметр ұзағымен ең көбі 12 сантиметр етіп кесіп шығыңыздар. Екі жағынан да төрт бұрышты болу шарт. 10 сантиметр қылып кессеңіздер, жанынан да тігінен де 10 сантиметр етіңіздер. Жалпы 12 ететін болсаңыздар, 12-12-ден айналасы 12-ден болу керек. Барлығын төрт бұрыштап кесіп аламыз және алдын ала жасалған салмамызды қасықтың көмегімен, қолдың көмегімен теңдей етіп үлестіріп шығамыз. Достар, егер сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Лайк басып, лүпілдеріңізді аямай, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Дәл осы менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, ол туралы ойларыңызды жаза кетсеңіздер, қуана-қуана сіздермен кері байланыс жасайтын боламын. Мінекей, қамырымызды енді дайын самсаларымызды түйуге кірісеміз. Манты сияқты төрт бұрышын келтіріп, төрт жанынан жай ғана алақанның күшімен, саусақтың күшімен қысып-қысып бекітеміз де. Самсаларымыз өте үлкен емес, өте майда да емес, әдемі сүйкімді 5-5 сантиметрлік диаметрі самсалар пайда болады. Арасын өте қатты тығыз етіп жабыстырып қоймаңыздар, себебі өзі ісінеді. Бір жұмыртқаны жақсылап шағып, қолдың жұмыртқасы болса тіптен керек емес, самсаларыңыз сап-сары болып шығады. Мінекей, щетканың көмегімен барлығына жағып, үстіне әдемі ұзыр кескілеп пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Өте қатты кесіп жібермеңіздер, мен арасында біреу-екеуін кесіп алдым. Жалпы
бұның самсаның қатпарлары көп, соның алғашқы 1-2 қатпарын пышақпен тілімдеп шығасыздар. Сонда қатпарлары ашылып әдемі болады. Алдын ала қызып тұрған пешке 200-250 градуста 20-25 минутта пісіреміз. Мінекей достар, самсамыз дайын, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Сауқымбаева. Келесі рецепттерде кездескенше.